Пойыздар қозғалыс графигі. Теміржолдағы басты заңды құжат. График теміржолдағы мыңдаған пойыздардың бір-біріне кедергі кетуін қадағалайды. Қозғалыс графигінде теміржолдың пайдалану жұмыстарының жоспары мен ақпараттары бейнеленген. Графиктің әрбір беті құрамның жол телімдегі нақты қозғалысын көрсетеді. Ондағы әртүрлі түстер пойыз жүрісі. Қозғалыс графигіндегі жұқа иілген сызықтар пойыздың жөнелту, аялдау, өтіп кету уақыты болады. Графикте ең алдымен жолаушылар пойызын, қаламаңдық, соңында жүк пойыздарын түсіреді. Графикте жаңа құрамды қосу үшін бірнеше жұмыстарды өзгертуге тура келеді. Пойыздар жолаушыларға ыңғайлы уақытта жүруі, басқа құрамдарға кедергі келтірмеуі, бағытталған станцияға мерзімінде жетуі керек. Жолдағы жөндеу жұмыстарына байланысты графикте өзгерістер болып тұрады. Ол жұмыстар технологиялық терезе деп аталады. Пойыздар қозғалыс графигі теміржолдың барлық бөлімшелерінің біріккен жұмысын қамтамасыз етеді. Графиктің орындалуына пойыз диспетчерлері жауап береді. Диспетчердің басты мақсаты бір пойыздың нақты уақытынан қалып қоймауын тәулік бойы қадағалау. Өйткені теміржолдың басты заңы бұзылмауы керек.